Неге менің контентім қаралым жинамай жүр? Себебі менің анализім бойынша мен дұрыс емес тематикада түсірген екенмін, яғни әртүрлі тематика. Мысалға, менің инстаграмым ол азанда ерте тұру және даму сияқты тақырыптарға арналған негізі басында. Дәл қазіргі уақыттарда сондай болып жатыр. Бірақ мен кешегі күніне, Астана күніне орай мен сол Астана күніне орай видео түсіріп салған болатын, бірақ ол атпай қалды. Демек ол дұрыс емес тематиканы араластырып жібердім деген сөз. Сол үшін ол жақсы атпай қалады. Ал менде YouTube ол жаңадан басталып жатқан соң, ода жақсы атып кетті. Өйткені мен тематикам енді қалыптасып жатқан кез. Ал TikTok'ты әлі зерттеу керек маған, өйткені TikTok ол күрделі сияқты, өйткені мен Instagram'да видео салам, бір-екі күнде атып кететін. Немесе ол бір видео атпаса, келесі видео ататын. Ал TikTok'та барлығы аз просмотрдан болып жатыр. Оны әлі зерттеу керек. Сосын менде тағы да бір қателік, ол мен білім алмай бастадым. Мен, яғни, білімді алу ол тәжірибеден келеді деп ойлайтынмын, бірақ шын мәнінде сен білім алып бастасаң, сенде нәтиже тезірек болады. Яғни сенде тәжірибе жоқ, сен көбірек қателесесің, соның кесірінен ол алгоритмге әсер етеді. Ал алгоритм сені жоғары, яғни көп қаралым жинауға сені тартпайды. Сол үшін сен тәжірибең және білімің болу керек. Және менде тағы да бір қателік, ол мен тұрақты болмадым, яғни YouTube'да ұзақ видеолар бар ғой, соны апта сайын салып отыру керек болатын, бірақ мен белгілі бір себептерге орай мен саламадым. Мүмкін содан да болуы мүмкін. Және мен нені өзгертемін? Мен дәл қазіргі уақытта контент форматын өзгертіп түсіріп жатырмын, яғни бұрын мен ұзақ монтаждайтынмын, және ұзақ монтаждайтын, идеяға көп уақыт кетіретін, сценарий жазатын. Ал қазір мен тек идея алам және контент план алам. Яғни ол контент план дейтін қандай болады? Сенде идея болады, сосын арасында тақырыпшалар болады. Мысалға, осы видеоның идеясы неге менің контентім қаралым жинамай жүр? Ал менің тақырыпшаларым қандай қателіктер жібердім, нені өзгертемін және келесі жоспарым қандай? Яғни осындай менің тақырыпшаларым арқылы мен өзімнің скриптімді өзім шығара аламын. Яғни бұл бір жағынан интуициямды дамытады, және де интуиция және дайындықты талап етпейтін жағдайларға көмектеседі. Енді менің келесі жоспарым алдағы уақыттарда көптеген видеолар түсіріп, оны жоспар ретінде шығатын қылу. Және де мен контенттерімді және бәсекелестерімді анализ жасай отырып, контентімді дамытудың жолын қарастырамын. Егер осы видео сіздің контентіңізді дамытуға көмектессе, мен қуаныштымын. Ал сізден керек көмек менде ол лайк және коммент. Өйткені себебі бұл видео сізге көмектессе, ол басқа егер мен бұл жерді алып тастауым керек болатын, бірақ мен алмадым. Себебі мен монтажға аз уақыт жұмсауым керек. Сол үшін мен қатесіз сөйлеп үйреніп жатырмын. Қазір бұл видео сізге көмектесуі мүмкін, және ол басқа да адамдарға көмектесуі мүмкін. Сол үшін сіз коммент жазу арқылы менің видеомды рекомендацияға шығарасыз, сол арқылы басқалар көре алады, және соларға да пайдалы болады. Сол үшін басқалардың пайдалы болу үшін коммент жазыңыздар. Немесе сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады, арнама тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыз.